Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде балалар күні. Мейрамдарыңызбен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Балалардың бәрі ауырмасын, аман болсын. Біз әжеміздің үйіне соғып, кеше кремдерімізді беріп кеттік. Сосын әжелері қыздарға шамалғаны сыйлықтары бар екен, балалар күніне соланы алып, әрі қарай білмеймін, шамал жүріп қайтайын деп тұрғы. Енді мороженое жейміз ба? Мороженое жейміз ғой, то есть паркке барамыз ба дегенім ғой. Күндіз шыға алмадық, папамыздың қолы босамады. Қазір бізде сағат 5, сонымен кешке қарай ыстық күнде шықпай жатырмыз. Мына очкиге біздің үйде талас. Анүлік алған бұл. Ертең Аякушқа да алып беру керек, иә? Аякуш деген алаңсыз Анүліктің киімін киіп алған. Жақсы болды. Киімге экономия. Тек қана Анүлікке аламыз. Ой, әжеміз осындай күшті голубцы пісіріп жатыр екен. Мына жақта салат. Салат жеп алайын деп тұрмын. Мына мама сүт па, қатық па, не? Қатық. Кішкене салат жеп алайын. Қыздар подаркілерін қарап атқанша қоймай әжемізді алып шығып жатыр. Үйден шықпайды. Жүрсе шықса, жүр, әшейін жүріп қайтасың бізбен деп. Мен қазір енді мен қатығымды нағыз ішпейді. Қазір енді әжемізді алып шығамыз. Сонымен білмеймін, шамал прогулка жасап шығамыз. Бүгін бізде Анүлік деген әй, шашы өріп, жүрек сырғасын тағып. Бұл вообще әйел. Паркке барасыңдар ма? В общем, паркке келдік. Адам деген көп. Біз ғана жоқ екенбіз, қалғандардың бәрі паркте жүр. Салихан екеуміз келе жатыр. Несін ба? Несін ба, Анүлік? Үшім наған ма не деп тұрық? Очерт көп адам. Очертке тұрайын деп тұрық. Бәрлік жақта очерт қойы. Адам деген көп. Қан екеуміз мінбейміз. Просто қарап тұрамыз осылай. Алихан қорқам деп тұр. Достар, осы жерден бастап запись жасауым керек, өйткені менің даусым мүлде естілмей қалған, және музыка көп қойған. Музыканы біз ютубта өшіріп тастауымыз керек. Аяқ астынан осылайнан шығып кеттік паркке. Не істейміз сосын? Осындай каруселдерге міндік. Алихан көбіне мінген жоқ, өйткені білмеймін, қорықты ма, әйтеуір мінген жоқ. Қыздар деген мінем, мынағанда мінем, мынағанда мінем деп көп мінді, кәсенді. Осындай кішкентай поездарға Алиханды мінгіздік. Осындай кішкентай достарымен ойнады. Осылай Алихан екеуміз ғана атқа міндік. Атқа мінем деп Анүлік қыздар мінбейміз деді. Мен де мына жерде камерамды бірсе былай қойып түсіріп алуға тырысып жатырмын. Өзімше бірдеңелерді сөйлеп қоям, бірақ олардың барлығы вообще естілмей қалған музыкадан. Екеуіне өзім қараймын, мама мінбеді. Сөйтіп балашаға осындай кесеге мінді. Мәз майрам болып, сосын оны былай айналдырынан өзімше ілгіміз келді, оның ілетіні жоқ екен, сосын тас дедік, ары қарай кете бердік. Былай айналдырды, кесенің ішінен айналдырды, бізге сәлем деді, бізді жаңа көрген адам ұсап қоймады, қайта сәлем деп. Аякуш папасымен жаңа көріскендей амандасты. Сөйтіп балалар молозный жейміз деді. Сендер молозный жесеңдер, онда біз шашлик жейміз деп бізде қырсығып қалдық. Сонымен осындай күшті купла лол жүрген кафеге кіре салдық, қолын жудық. Осылай әжеміз бізге қызмет жасады. Келіңдер, болыңдар, қайсысың барсыңдар деп бәріміз осылайнан қолын жуып алдық. Аяна ұялып пердесін жауып қойды, мен оны ашып бердім. Сонымен осы жерге бәріміз отырып мороженныйымызды жеп,
сосын ана жақта балқия ма бір өлең болып атты, соған бәріміз осылайынан биледік, өлең естімеген адам ұсап. Анүлік күлді, мен түсірдім. Осылай жазып жатырмын записьті. Сосын аяқ Анүлік осындай тренд түсірді, очкиін түсіріп жіберетін. Біз заказ бердік, оны күтіп отырдық. Заказ 5000-нан асса осындай спрайт тегін береді екен. Сонымен спрайтқа қуанып біз деп бақалымызды көтеріп жатырмыз. Мына жерде бізге шашлик келді. Шашликтен кейін бізге не келді? Ұмыт қалдым ғой. Пицца келді, одан кейін фри келді. Әйтеуір бәрін тауысып кезек-кезек алып келіп, бәрін бірден алып келген жоқ, білмеймін. Адам деген өте көп болды, соған қарағанда үлгермеген шығар деп ойладық кухняда. Кукла Лол Анүлікпен билейм деді. Анүлік шығып Кукла Лолмен биледі. Аякошқа жүр деді Анүлік. Аякош ұялып біріншісінде шықпады. Кукла Лол сосын Анүлікке чупа-чупс берем дегесін Аякошқа шықты. Жарайды онда мен де билейін деп. Анүлік мияқта қоймайды, былай да билейді. Кукла Лол түріне қарасаң шаршап тіпті, мына қыз шаршамайды екен деп. Басқа қыздар неге шығып билемейді деймін да, отыр. Қайта билеп, деп музыкада ойнап, күліп билесе болады ғой. Тек қана Анүлік бір өзі билеп жүр. Бізде қоймай Аякошқа шықсай билесей, отыра бермесей, әжемессің ғой, кішкентай қызсың ғой деп. Сосын Анүліктің артынан барлық қыздар шығып, осылайынан барлығы биледі. Біз еще көп подписчиктерімізді кездестірдік. Мына сүйкімді подписчиктерімізбен суретке түстік. Тағы да көп подписчиктермен кездестірдік, суретке түстік. Олармен де бірақ мен видеоға түсірген жоқпын. Осыларды ғана түсіріп үлгірдім. Танысып та үлгірдік. Анеля танысып алып, Әли деген бала деп, оны мен биледі. Анеля біз дегенді ашық қой. Осы жерде естіп алған балқиямызды ары қарай машинада жалғастырдық. Біз уже үйге келдік, ойда жоқта паркке барып, жолда жана Анеля Аякош шоколад жейм деп осындай алюбиний алып алдық үшеуіне. Ойда жоқта паркке барып қайттық, е? Уақыт деген тез өтіп кетті ма? И паркте деген көп подписчиктерімізді көрдік. Біреумен суретке түстік, түспегендеріміз бар. Енді бірталай подписчиктерімізді көрдік. Барлықтарыңызға рахмет, бізді көріп, қасымызға кеп, сәлем деп бізге қуанып. Қазір енді өзіміз тамақтанып келсек те, обязательно үйге келіп, не істейміз? Үйге келіп, обязательно шай ішуіміз керек. Шай ішейін деп жатырмыз. Барлықтарыңыз сөйтетін шығарсыздар. Бір жақтан тамақтанып келсеңдер де үйден обязательно шай ішу керек.